Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте оңай әрі қатпарлы болып шығатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, сосын тұзымызды, сұйық майымызды құйып, разрахетелді салып, араластырып, сонымен ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қылып қамырымызды илейтін боламыз. Ұнды аз-аздан қосып илейтін боламыз. Сонда қамырымыз өте әдемі болып шығады. Қамырымыз дайын болды. Енді бұны жарты сағатқа тындырып қоямыз. Сосын қамырымыз жарты сағаттан соң алып, 4 бөлікке бөліп, суала қылып, қамырымызды жайып бастайтын боламыз. Қамырымызды ұнның көмегімен шет-шетінен бастап, әдемілеп бір тегіс етіп жайып шығыңыздар. Өте жұқа болу қажет. Сонда қамырымыздың қатпарлығы керемет болып шығады. Қамырымызды міне бір тегіс етіп жайып болды. Сосын мен ақ май мен тоқ майды ерітіп, соны жағатын боламын. Ақ май мен тоқ майды қосқан себебім өте қатпарлы, әрі қытырлақ, әрі жұмсақ болып шығады. Сосын бәрін бір тегіс етіп жайып болған соң, қамырымызды рулет тәрізді қылып орап аламыз. Сосын бұны морозильникке 2-3 сағатқа тындырып қоямыз. Мен 2 түрлі салмамен істедім самсамды. Біреуін көк самса, біреуін ет самса қылып. Алдымен бізге смала қажет болады. Смаламызды, ақ пиязымызды және де көк пиязымызды барлығын турап дайындап аламыз. Көк пиязымызды орташа етіп турап алыңыздар. Сосын дәміне қарай тұзымызды және де бұрышымызды салып дайындап алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Міне біздің бірінші салмамыз дайын болды. Бұл көк самсамыз өте адамның ағзасына пайдалы, әрі ерекше дәмі болып шығады. Ал енді екінші салмамызды дайындаймыз. Бұған пиязымыз, сосын тұзымызды, қара бұрышымызды, тартылған етімізді салып, бұны да дайындап алатын боламыз. Жақсылап араластырып, дайындап қоямыз бұны да. Енді біз қамырымызды мұздатқышқа қойған 2 сағат қойдым. 2 сағаттан соң мұздатқыштан алып, қамырымызды кесіп, жайып алатын боламыз. Бұл қамырымызды 1 ай, 2 ай тұрса да жарайды. Бұл қамырымызды бос кездеріңізде істеп, морозильникке салып қойып, кез келген уақытта қамырды алып, самсамызды дайындап, келген қонақтарыңызды қуантасыздар. Қамырымызды бір келкі етіп кесіп шығып, сосын барлығын бір тегіс етіп, ұнның көмегімен жайып шығыңыздар. Қамырымыздың шет-шетін басыңыздар. Сонда самсамыздың ортасы әдемі болып көтеріледі. Сосын қамырымыздың барлығын тегіс етіп жайып шығдым. Енді салмаларымызды бір тегіс етіп салып шығып, сосын түйетін боламыз. Әркім әртүрлі өз қалауынша түйсе болады. Мен 3 бұрышты етіп түйдім. Дастарханға қойғанға да ыңғайлы, жегенге де ыңғайлы болу үшін. Енді бұны табамызға барлығын салып, тізіп салып шығамыз. Осы кезде пешкемізді қыздырып, 180 немесе 200 градуста қыздырып қойыңыздар. Сосын жұмыртқамызды жағып, сосын күнжітімізді бетіне өз қалауларыңыз бойынша күнжіттеріңізді сеуіп шықсаңыздар болады. Мен ақ күнжіт пен қара күнжітті сеуіп шықтым. Сосын міне 20-25 минутта самсамыз пісті. Міне өте әдемі, өте қатпарлы болып шықты. Ас болсын.